Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бөдене жұмыртқасының пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Сіздер білесіздер ме, бөдене жұмыртқасының адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін? Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді екен. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шығыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бір бөдене жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған дейді. Бөдене жұмыртқасын жеп көрдіңіздер ме? Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушан басып кетіңіздер. Сіздермен үнемі бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Келесі жаңалықты есту үшін менің арнамнан алыстамаңыздар. Себебі бөдененің еті де, жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілеті арттырады, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды болып келеді. Дәрілікке айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп болып келеді. В тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темір 4 есе 5 есе болып жоғары болып келеді. Бұл бөдене жұмыртқасында қышқылы, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Өнімнің ең бастысы ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ уақыт сақтауында. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеттері. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға және аяғы ауыр, емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитеті көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем болып келеді екен. Бас ауруын, демікпе мен туберкулезге, қан қысымның көтеріліп және түсіп кетуін реттейді екен. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады екен. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетіміз жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диабетестен құтқарады. Салқын тию мен тұмауға қарсы тұрады екен. Бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Бөдене жұмыртқасының қасиеттері. Құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл өнім темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім болып саналады. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы болып келеді. Даусыңыз әлсіз немесе даусыңыз қарлыққы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне 1 шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырсаңыз, сонда тыныс алу проблемаларын аласыз. Бөдене өнімі қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайдалы. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де пайдасы тиеді екен. Сонымен қатар терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.